Тұран даласы. Бейнефильмдер байқауы. Қойнауы қазыналы, даласы жазиралы Бәйдібек ауданының аймағы Қарт-Қаратаудың бауырын бойлай орналасқан. Кендемес қой бұл қазағым, ақыл берген да. Есімі ел ұранына айналған абыз аналардың бірі Бәйдібек бидің 3-ші әйелі Домалақ ананың кесенесі осы төңіректе орын тепкен. Домалақ ананың қадір-қасиеті ертақ танылған. Ел аузында ол кісі жөнінде аңыз әңгіме көп. Солардың бірі мынадай. Бәйдібек бабамыз ауылда жоқта. Қырғыз Аққошқар бастаған жаулар оның жылқысын алып кетеді. Масаттанған жаулар Домалақ ананың қонысынан сусын ішкен соң, қайыр садақа ретінде шапқан малдан бір жылқы қалауын өтінеді. Сонда Нұрила белбеуін Ақжал Сарайғырдың мойнына салыпты дейді. Әудем уақыттан соң Бәйдібектің өзі келіпті. Жау қайда кетті деп сұрайды. Жауды қуып әуре болмаңыз. Малыңыз бүгін таңнан қалмай өзі келеді. Ал тұлыңды жіберме. Бекерге мерт болатын болды. Анамыз айтқандай таң ата бере жер сілкінгендей дүрсіл естіледі. Байлаулы тұрған Ақжал Сарайғыр кісінеп жібереді. Қараса, барлық жылқы түп-түгел қайтқан екен. Малдың қазығы Ақжал Сарайғыр тұрған жерге жылқы баласы қайтып оралған. Бәйдібек тұғырлы, айбатты, мағыналы аттар мен мейірімді аналардың мекені. Бәйдібектің жұрты бастан өткерген барлық қиыншылықтарды ынтымақ бірлігінің, қайсарлығының арқасында жеңіп, бүгіндей гүлденген, көркейген, түрленген күнге жетіп отыр. Келер ұрпақта осынау бабалардан қалған аманатты сақтап, тарихи ұлттық құндылықтардың мұрагері атануға әбден лайықты болып өсіп келеді. Тарихы мол Бәйдібек.